Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 42-ші сабақ мәдени мұра сыр шертеді. Мақала жаза аламын. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта мақала мен хабарламаны ажыратамыз және мақала жазуды үйренеміз. 46-шы жаттығу: мәтіндерді оқы. Қай мәтінде болатын оқиға хабарланып тұр? Қайсысында автор өзі туралы баяндайды дейді, Енді оқимыз. Бірінші мәтін: бүгін 20 қазан күні біздің мектептің мәжіліс залында Абай өлеңдерін мәнерлеп оқудан жарыс өтеді. Екіншісі: мен осы неге мектепке кешіге беремін? Енді кешікпеймін деп уәде берсем де кешігемін. Не істеуім керек? Бүгін жаңбырдан кейін қаптап кеткен жауын-құртты тамашалаймын деп мұғалімнен кезекті ескерту алдым. Кеше балалармен футбол ойнап кешіктім. Мен әдейі істемеймін ғой. Шындығында менің сабаққа кешіккім келмейді дейді. Енді екеуін салыстырамыз. Балалар, қараңыздар. Бірінші мәтінде оқиға хабарланып тұр, ал екінші мәтінде автор өзі туралы айтып тұр деп жазамыз. Ары қарай мәліметті оқимыз. Шағын газет жанрының бірі хабарлама дейді. Хабарлама үшін мәліметтер мен тілдік құралдарды іріктеу керек. Хабарламада сан есім мен жалқы есімдердің алатын орны ерекше. Мұндай жанрда ақпараттың қайда, қашан, не болғанын бір-үш сөйлеммен берілу керек дейді. 47-ші жаттығу: оқы. Хабарламада не айтылған дейді. 30 қарашада Ақмола облысына қарасты Балқарағай демалыс орнында ел тарихында тұңғыш рет халықаралық қансонар өтті дейді. Яғни не айтылған? Бұл жерде хабарламада 30 қараша күні Ақмола облысының Балқарағай демалыс орнында тұңғыш халықаралық қансонар өткендігі айтылған. Келесі 48-ші жаттығу: көп нүктенің орнына хабарлама шығатындай мәліметтермен толықтырып жаз дейді. Міне балалар, номер 65-ші мектепте жалпы білім беретін пәндер бойынша олимпиада өтті. Оған 2 мен 10 сынып оқушылары қатысты деп жаздық. Ары қарай мәліметтермен танысамыз. Мен хабарлама жазуды үйреніп алдым дейді. Енді ақпараттық мақала жазуды меңгергім келеді. Маңызды мәліметтер, қызық оқиғалар туралы мақала жазуда оқиғаны хабарлап қана қоймай, оған өз пікіріңді білдіруің керек. Мақала жазуда қашан, қайда, не, кіммен, қалай өтті деген сұрақтарды басшылыққа алсаң қателеспейсің дейді. Яғни ақпараттық мақала жазу үшін осы сұрақтарға сүйену керек екен. Енді 49-ші жаттығуды орындаймыз. Бір тақырыпқа жазылған хабарлама мен ақпараттық мақаланы оқы дейді. Ақпараттық мақаланың хабарламадан ерекшелігі неде дейді. Балалар, хабарламаны оқып шығайық. Үстіміздегі жылдың 10 қазанда қаладағы номері 173 мектеп лицейде әлемге танылған Абай атты кеш өтті дейді. Енді ақпараттық мақала. Ол ақпараттық мақалада толықтай айтылған. Үстіміздегі жылдың 10 қазанында қаладағы номер 173 мектеп лицейде әлемге танылған Абай атты кеш өтті. Әдемі безендірілген зал көңілге қуаныш ұялатады. Абай шығармалары қойылған көрме алыстан көз тартады. Балалардың өз өнерлерін ортаға салатын уақыт та жетті. Абай өлеңдері жатқа айтылды, әндер шырқалды. Әсел, Санжар, Анар есімді балалардың өнеріне көпшілік тәнті болды. Ақын өлеңдері болашаққа бағыт бағдар көрсетіп тұрғандай дейді. Енді осы екі мәтіннің бір-бірінен ерекшелігі балалар, яғни бірінші мәтін ол хабарлама. Хабарламада ақпарат қысқа әрі нұсқа берілген. Ал ақпараттық мақалада оқиға баяндалып қана қоймай, оған жазушының пікірі де жазылады. Сонымен қатар оқиғаның қайда өткені, қалай өткені, кімдер болғаны толық баяндалады. Келесі 50-ші жаттығу: өзіңді қабырға газетінің редколлегия мүшесімін деп ойла. Сенің материалыңа газетте аз ғана орын қалды. Ұсынылған материалды мақала шығатындай етіп жаз дейді. Міне балалар, қараңыздар, бізге ақпараттық мақала берілген, бірақ газетте аз ғана шағын орын қалғандықтан біз бұны сәл қысқартамыз. Мысалы былай: 15 қазан күні 4 А сыныбында алтын сақа ертегісі бойынша қойылым болды. Ертегі кейіпкерлерінің рөлін ойнаған оқушылар әртістерден кем түспеді. Бұрын соңды сахна көріп жүрген олар өздерін еркін ұстады. Сынып мұғалімі оқушылардың белсенділігіне риза болды дейміз. Яғни мақаладағы негізгі ойды сақтап қалдық та сөйлемдерді сәл қысқарттық. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.